Қыздар, осы неге біз жаңа жыл тойлауға жанымыз құмар, әсіресе Наурыз мейрамын? Себебі Наурыз көктем мен бақыттың, еңбектің, жалпы қазақ ұлтының дәстүрлерін бойына сіңірген мерекеміз болып саналады. Жалпы Наурыз мейрамын мұсылман халқы бір ай көлемде тойлайды. Ал сендер білесіңдер ме, Тұран университеті бүгін көктемнің ерекше мерекесі Наурыз мейрамын атадан балаға жалғасып келе жатқан шашу дәстүрімен бастамақ. Көптен күткен ұлы мейрамды университет ректоры Алшанов Рахман Алшанұлы тілек білдіріп, кезекті жыл жақсы өтсін деген ниетпен шашу шашылды. Артынша жаңа жылдық шарамыз әндер мен билерден басқа қазақтың әсерлі күйлерімен жалғасты. Көктем мерекесі бәрімізге жақсылық келсін, бәрі жанұяға, балаларға, өздеріңізге жақсылық тілейміз. Мереке құтты болсын, биіктен көріне бересіздер. Ал енді қазақ халқының салт дәстүрі шашу, тәттілерді қысылмай, ұялмай теріп жинай беріңіздер. Наурыз құтты болсын, тағы да ұлыс оң болсын. Так, один батыр здесь. Шашыда әдетте жас үлкен әйелдер мен әжелер шашады да, оны жас балалар жинап алады. Бірақ кейде тойдан ырым ретінде үлкен кісілерді жинап алып, үйдегі бала шағасына апарып береді. Домбыра қазақ халқының ең кең тараған екі шекті, көп пернелі музыкалық аспабы. Ол қазақ халқының тарихында маңызды орын алатын өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Сіз қандай ұлттық аспаптарда ойнайсыз? Мен көптеген ұлттық аспаптарды ұнатам. Соның ішінде домбыра аспабында өзім ойнайым, шертем. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп бекер айтпаған болу керек. Сол себеп домбыра аспабын ұнатам. Бірнеше күйлер білем, өлең айтам. Домбыраны әр қазақ тартып білу керек деп есептеймін, ол міндет. Әр қазақтың азаматтық парызы деп ойлаймын. Рас айтасыз, нағыз қазақ емес, домбыра. Наурыз мерекесінде билер мен әсем әуендерден де бөлек қазақтың ұлттық ойындары, арқан тартыс ойыны мен тоғызқұмалақ ойындары да ойнатылып жатыр. Осы жылы Тұран жоғары оқу орны Наурыз мейрамын өзге жылдан ерекше өткізді. Себебі көптеген көшпелі халықтардың негізгі баспанасы болған киіз үй тігіліп, түркі халқына ортақ Наурыз көжелер пісіріліп, студенттерге арнап алтыбақан қойылды. Құс патшасы бүркітпен де суретке түсуге мүмкіндік болды. Менің ойымша негізінде өте жоғары деңгейде өтті. Қазақ халқының ұлттық салт дәстүрлері, ұлттық тағамдары дәріптеліп, маған өте қатты ұнады. Жүргізушілік қызметті атқардым. Барлығы жақсы көңіл көтеріп қайтты деп ойлаймын. Ән салды, би биледі, кейіннен дәмді фуршет. Менің ойымша барлығы ойдағыдай өтті. Бүгінгі Наурыз несімен ерекшеленді? Сізге бүгінгі мейрам ұнады ма? Маған бүгінгі Наурыз мейрамы өте қатты ұнап жатыр. Себебі 3 жылда бірінші рет осындай Наурызды өзіміздің университеттен көріп отырмын. Киіз үй тігіліп, және де алтыбақан неше түрлі қазақ көйлек пен киімдермен осындай ерекшеленіп жатыр. Мен өте қуаныштымын осы Наурыз мейрамы өтіп жатқан. Ну, в организации данного мероприятия, то есть Наурыза, было немало сложностей. То есть это в первый раз в Туране было то, что мы организовали этот Наурыз, взяли в аренду юрту, алтыбақан, то есть был фуршет из национальных блюд, также были национальные игры. То есть организация данного мероприятия прошла, так сказать, на среднем уровне, не на высоком, потому что это было впервые в Туране такое вот мероприятие такого масштаба. Я думаю, что мы справились со своим заданием. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Наурыз мейрамы құтты болсын.
жарай керек бізге.